мынандай сөз бар ғой жаным ау, сен назло әлі жарқырайсың, киноң да атады, бәрі атады. жазып жіберіпті. Осындай гүл жіберген ресторанға шақырып жатыр. Кім деп ойлайсыздар? Барайын ба? Сәлденіп алдым. Укладка макияж бар. Бір қобалжу бар ма? Көрейік енді. Гүл жіберіп жатыр. Ресторанға шақырып жатыр. Ой! Сұрабатсыз ба? Сіз ба мені күтіп отырған? Иә, мен сізді күтіп отырмын. Арнайы Алматыға келгеніңізді ести сала, біз сізге арнайы гүлдер
жіберді. Сізді қуанту Сіз ба маған? емес, қыздарда сізді қолдай аламын, сізді қуантқым келді. Қолдаймын сізді. Жақсы көремін. Есімім Жайнар. Осы сізді Алматыға келгеніңізді естіп, Иә. қуантып сізді қолдау ретінде сізді жібердім. Рахмет. Гүл неге? Не үшін? Себебі біз еркектен де артық қуанта алатынымызды дәлелдегім келді. Рахмет. Әйел жанын әйел ғана түсінетін осы шығар, иә. Рахмет, саған қалма қуаныштым. Мен де өте қуаныштымын. Сізбен бұрыннан танысқан сияқтымын. Өте әдемі, сұлу. Айта алмаймын. Күшті сізде. міндетімді атқардым және қызымды босандым. Енді балам, енді ата-ана болдым деп сіздің что-то семьяңыздың жаңағы жолдасыңызды басқаны көріп қалдық деген. Ол кезде енді білесіз ғой, бізде махаббат, не дейсіз, адалдық, балам бар. Әйел адам жаңа үндемеу керек, бір көзін ашып, бір көзін ажырасу деген ұят. Әйел адам бір көзін ашып, бір көзін жұму керек деген кездер болған. Содан кейін мен үндемей қойдым, ладно, уақытша шығар, қайтып келер шығар деп. Бірақ та мен өз жерден ешқандай финансовый да поддержка ала алмадым, рухани да поддержка ала алмадым. И балам, қызыммен біраз қиналдым. Енді білесіз ғой, келін деген соң барлығы саған сын көзімен қарайды, саған фильтрлап қарайды, сенің жағдайың қалай болып жүр, сен жаңа бала босанып жатсың ба, сен ақшаң жетпей жүр ма, сен ата-енемен жүрсің бе, ешкім саған қарамайды. Ер адамдарда жамандағымыз келмейді ғой. Адамдар бәрібір де емес шығар. Бірақ мен түсіндім.